Сәлем, сіздермен бірге Жансая драма. Мен бүгінгі шығарымда 2009 жылы шыққан Робинзон на Луне атты корейский фильмді қысқаша баяндайтын боламын. Көпірден секіргелі тұрған басты кейіпкеріміз Ким Сон Гынға банктен хабарласып, уақытында төлемеген несиенің пайызы өсіп кеткенін, қайтару керек қарызының көптігін ескертеді. Ал Ким болса, рахмет хабарласқаныңызға деп көпірден секіріп кетеді. Бақытына орай өлемін деген жоспар іске аспай, судың жағасында оянады. Қолынан дұрыс өруде келмейді деп ренжіп, қолына телефонын алып қарайды, бірақ суға түскен телефон істен шыққан болатын. Жан-жағына қарап тұрып, биік ғимаратты көреді де, сол ғимараттың үстіне шығып құлап өлемін деп ойлайды. Ғимаратқа жету үшін әрі-бері жүгіріп, өзінің үлкен қаланың ортасындағы Хан өзенінің жанындағы елсіз аралда қалып қойғанын түсінеді. Ертесіне қыдырып жүрген адамдардың кемесінің даусынан оянып, қолын бұлғап олардан көмек сұрайды. Бірақ олар оның көмек сұрап тұрғанын түсінбей, жай ғана амандасып жатыр деп ойлап кетіп қалады. Ким құмға көмектесіңдер деп жазып қояды. Күн кеп тұрып қойған телефонын жинап, құтқару бөлімшесіне хабарласып, өзінің елсіз аралда қалып қойғанын айтып көмек сұрайды. Бірақ та олар оған сенбей, тұтқаны қоя салады. Ал Ким болса, енді өзінің бұрынғы сүйіктісіне хабарласады. Ал сүйіктісі болса, мен саған хабарласпа деген жоқпын ба деп айқайлап тұтқаны лақтыра салады. Осы кезде телефон қуаты өшіп қалады. Басқа амал қалмаған Ким қалаға дейін жүзіп барамын деп шешеді. Суға түсе сала ол суға бата бастайды. Өйткені ол жүзу білмейтін. Суға батып бара жаздап, көз алдына өмірінің сәтсіздіктері елестейді. Компаниясының банкротқа ұшырағаны, сүйіктісінің өзін тастап кеткені көз алдына келеді. Осы кезде Ким бәрі бір аралдан кеткенмен де өзінің басындағы қиындықтардан құтылмайтынын түсініп, галстугын талға байлап, асылып өлмекші болады. Бірақ та өлу оңай ма? Өлуді сәл кейінге қалдырады. Қарны ашқан ол гүлдің жапырағын жей бастайды. Артынан лас суды ішіп жатқан жақсы, тіпті керемет, дәмді деп айтады. Содан соң саңырауқұлақтар тауып алып, сонымен қоректенеді. Улы болса болсын, ашықтан өлгенше уланы өлейін деп ойлайды. Бірақ улы болмай шығып, енді ол аралдың қоқыстарын жинай бастайды. Сол уақытта шөптің арасынан істен шыққан ескі үйрек қайық тауып алады. Ким 7 жылдан бері пәтерге ақша жинай алмай жүргенінде, міне нағыз пәтер таптым деп қатты қуанады. Көмектесіңдер деген сөзді сәлем деген сөзге ауыстырып, өз тағдырына көндігеді. Бірақ тамақ мәселесін шешу қиынға соқты. Жабайы үйректерді ауламақ болып еді, бірақ қолынан келмеді. Қолдан жасаған қармағымен балық ауламақ болып еді, ол да сәтсіз болып өз аяғына қадап алды. Амалсыздан сол баяғы саңырауқұлақтармен қоректеніп жүрді. Талдың басынан құстың жұмыртқасын алғысы келбеді, онымен талға өрмелеу де қолынан келмеді. Содан соң қоқыстан тапқан кір жуатын сұйықтықпен басын жуып жатқан кезде, балықтардың өліп өздері оның қасына келіп жатқанына қуанып, балықтарды қорып жеп алады. Ертесіне балық қалдығымен қоректенген құстардың өлген денелерін тауып алады. Бірақ та Кимге ештеңе болмайды. Ол өлген құсты да пісіріп жеп алады. Ким бұл елсіз аралда өз үйінде жүргендей күн кешеді. Біздің екінші кейіпкеріміз Ким Джуньон деген қызға да кезек келеді. Бетінің бір бөлігін күйік шалған, 3 жылдан бері адамдардан алыстап, тек өз бөлмесінде ғана өмір сүретін жан. Тек интернет арқылы адамдармен араласып, жұмыс жасайды. Бөлмесінің бәрі қоқысқа толы. Есігін іштен үлкен құлыппен жауып қойған. Анасымен тек хабарлама арқылы сөйлеседі. Қыз бөлмесіндегі шкаптың ішінде пакеттерді төсеп, сол жерде ұйықтайды. Қыздың күндегі күн тәртібі бірдей. Душқа үйде адам жоқ кезде ғана барады. Әр жеген калориясын есептеп, жаттығу жасап, спортпен айналысуды ұмытпайды. Кешке қарай өзінің сүйікті ісі айды бақылаумен өткізеді. Ол айды өте қатты жақсы көреді, өйткені айда адам тұрмайды дейді. Қыз жылына күндізгі қала көрінісін 2 рет көреді. Ол көктем мен күз мезгілінде болатын әскери жаттығу кезінде ғана. Сол уақытта қалада ешқандай қозғалыс болмай, қала 20 минутқа тып-тыныш болып қалады. Осы кезде қыз қаланы бақылап тұрып, біздің бірінші кейіпкеріміз Робинзонды, яғни Кимді асылып өлейін деп жатқанын көріп, қорқып кетеді де өзінің шкафына тығылып қалады. Және де түнімен уайымдап, ұйықтай алмай шығады. Ертесіне аман екенін біліп, енді күні бойы Робинзонды бақылап отыратын болады.
Ал біздің Робинзон болса уақытын құр өткізбей қызықты ойындар тауып көңіл көтеріп жатты. Өзенде кетіп бара жатқан кемеден ол өзі жүгіріп тығылып қалады, өзін көріп қалмасын деп. Сол уақытта аяғының астынан Ромеоның сыртын тауып алады. Ішінен ашылмаған дәмдеуіш шығады. Енді осы сәттен бастап Ромеоның жегісі келіп кетеді. Тіпті түсінде де көре бастайды. Әртүрлі шөптерді қосып қамыр жасамақ болады, бірақ онысынан ештеңе шықпайды. Кезіндегі өзінің Ромеодан бас тартқан сәттерін есіне түсіріп, өз-өзіне ашуланады. Ақмақ болыппын ғой мен сол кезде деп. Қамыр жасаймын деген ойынан бас тартпай, басына керемет идея келіп, үйрек үйінің үстіндегі құстардың тезегін банк карточкасымен қырып жинай бастайды. Өйткені құстар дәнді дақылдармен қоректенеді, және олардың тезегінде міндетті түрде тұқымдар кездеседі деп ойлайды. Сонымен біздің Робинзон жер жыртуға кіріседі. Осы аралға келгелі өзінің тапқырлығына таң қалады. Жер жыртып, күні бойы ауыр жұмыс істеп болғаннан кейін өзінің денесінен шыққан терді тұзды екенін біліп, көптен тұзсыз тамақ жеп жүргесін, денесіндегі тұз өте дәмді болып көрінеді. Робинзон тіпті бақша күзетшісін жасап, онымен сөйлесіп, өз-өзіне риза болып тұрады. Ал оны бақылап жүрген қыз Робинзонды сәл ұялшақтау, лас заттарға құмар адам деп шешеді. Басты арманы рамен жеу екенін де біледі. Және де оны бақылау барысында өзі де Робинзонның әлеміне баруды армандайды. Бір күні қыз интернеттен шарап пен робот ойыншық тапсырыс беріп, өз өміріне үлкен өзгеріс енгізеді. Ол сыртқа шығу болатын. Бөтелкенің ішіне хат жазып салып, робот пен үй күзетшісін алаңдатады да сыртқа шығып кетеді. Көшедегі адамдардан, көліктерден қол шатыры арқылы жасырынатын болады. Сөйтіп, көпірге келіп, хат салынған бөтелкесін өзенге лақтырып жібереді. Және де қыз таңертеңгісін ұйқысынан тұра сала өз хатына жауап күтеді, бірақ жауап жоқ. Арада 3 ай өтеді. Біздің Робинзон аралдағы өміріне дән риза. Балық аулауды үйренген, тіпті ағашқа да жақсы өрмелейді. Шай қайнатудың да тәсілін тапқан. Жасаған тамақтарына денесінен бөлінген тұздарды жинау арқылы дәм береді. Тіпті бақшасында алғашқы егіні гүлдей бастады. Аралды аралап, қоқыс теріп жүргенде қыздың лақтырған бөтелкесін тауып алады. Ішіндегі хатты көреді. Өзін сырттан біреудің бақылап жүргенін түсініп, бақша қарауылына кигізген киімін қайтып алады. Арада 3 ай 17 күннен кейін қыз өзі жазған хатына жауап алып риза болады. Ким құмға қалайсың деп жазып қойыпты. Қыз әдетінше тағы да өзенге хат салынған бөтелке лақтырады. Үйге қайтарда гүлдер мен көбелектің сұлулығына таңданып, тамсанып тұрады. Бұл жолы қыз менің жағдайым жақсы, өзіңнің жағдайың қалай деп жазған екен. Ким құмға менің жағдайым жақсы, рахмет деп жазады. Робинзонның бақшасы өте жақсы қарқында өсіп келеді. Бақша күзетшісінің артында үлкен бидайдың өсіп келе жатқанын көріп қатты қуанады. Ал бұл уақытта қыз болса бейтаныс досына сыйлық жасамақ болады. Оған өзінің армандап жүрген Ромеоның түр-түрін тапсырыс беріп, сол аралға жеткізуді бұйырады. Жеткізуші шаршап шалдығып, әрең дегенде аралға тапсырысты жеткізеді. Ал Ким болса, ол жеткізушіден тығылып отырады. Сол кезде жеткізуші Ромеондарды жерге қоя бастайды. Ал Ким көрген Ромеондарды қайтадан жеткізушіге қайтарып береді. Жеткізуші қайтадан қызға алып келіп, тамақтарды тастап бара жатқанда қыз маған ештеңе демеді ме дейді. Ал жеткізуші болса, Ромеон оның үлкен арманы мен үміті екенін айтқан жеткізеді. Содан кейін қыз әлгі тамақтарды барлығын өзі жеп алады. Қыз 3 жылдан бері анасымен алғаш сөйлесіп, өзіне бөлмеде өсіру үшін тұқымдар мен керек жарақтар әкеп беруін сұрайды. Келесі хатында қыз Робинзоннан өзінің жасаған әрекеті үшін кешірім сұрайды. Ал Ким болса, кешіргенін сездіріп, құмда қыздың көңілін көтеру үшін тырысып неше түрлі әрекеттер жасайды. Ал Робинзон жайқалып өскен бақшасынан жеміс жинай бастайды. Жинап алған дақылдардан қамыр жасап, оны бөтелке арқылы жайып, бөліктерге кесіп, суға қайнатады. Дайын болған лапшаға өзінің ұзақ уақыттан бері сақтаған дәмдеуішін қосады, және жеткізушіден алған таяқшалар мен дайын тағамын жей бастайды. Сол кезде көзіне жас келіп, өзінің мақсатына жеткеніне риза болады. Қыз Кимге құттықтап хат жібереді. Шкаптың ішінде жату ыңғайсыз екенін сезген қыз көпшігін алып бөлмесіне шығады. Хатты алған Ким бейтаныс досымен сөйлесу сәтін елестетіп дайындалады.
Оның кім екенін білгісі келіп, құмға сен кімсің деп жазу қалдырады. Ал қыз болса, интернеттен өзге сұлу қыздардың суретін таңдап жібермекші болады. Жіберу сәтінде өтірік айтқысы келмей айнып қалады. Ал Ким болса, таңертеңгісін аралдан хат салынған бөтелкені іздей бастайды, бірақ та таппайды. Хат таппаған Ким құмға сен кімсің, неге деген жазуды жазып қояды. Ал қыз болса, өзінің келбетінен ұялып, терезесін жауып алады. Интернетте өзінің жалған қыздардың суретін пайдаланатын білген оқырмандары оған ауыр дөрекі пікірлер жазып қалдырады. Бұл қызға ауыр соққы болып тиеді. Ал мына жақта қатты дауылдың әсерінен Кимнің де бақшасы қирап, оны аман сақтап қала алмай, дауылдың әсерінен су көтеріліп кетіп, үйрек үйін суға алып кетеді. Ким шарасыз күйге түседі. Ертесіне қыз камерадан шашылып жатқан аралды көреді. Ал Робинзон болса, көңілсіз бақшаның ортасында отыр еді. Ашулы Ким құмға құрып кет деп жазып қояды. Осы кезде артқы жақта аралдың дауылдың қалдықтарынан тазартуға келген екі адамды көріп, олардан қорқып қаша жөнеледі. Қашып келе жатып, әлгі екі адаммен бірге бірнеше адамның қоса келгенін көреді. Адамдар барлығы жабылып, Робинзонды ұстап алады. Ұят болмасын деп, үстіне киімін кигізіп қояды. Ал Робинзон болса, мені жайыма қалдырыңдар дейді. Бірақ та бұл аралда адамдар тұруға рұқсат жоқ екенін айтып, оны өздерімен бірге ала кетеді. Ал барлығын бақылап тұрған қыз енді Робинзонды көре алмайтынын уайымдап, сасқалақтап, үйінен үй киіммен жүгіріп шығып кетеді. Ол Робинзонға қарай жүгіре бастайды. Ал Ким болса, бомжға ұқсап, көшенің ортасында отырады. Ол автобустың жолын қарап, биік ғимаратқа барып өлу үшін автобусқа қарай отырады. Ал қыз болса, автобустың соңынан жүгіре береді. Бірақ та автобус жеткізсін бе? Амалы құрыған қыз тағдырына мойынсынады. Осы кезде далада дабыл соғылып, әскери жаттығу басталатынын хабарлап айтады. Ал ол уақытта барлық көлік тоқтатылады. Бұны естіген қыз қатты қуанып кетіп, әрі қарай жүгіруін жалғастырып, автобусқа жетеді. Кимнің қасына жақындап, өзінің есімін айтып, танысады. Ким де оның құпия досы екенін танып, олар бір-біріне қарап, қуанып тұрады. Достар, осымен фильмнің қысқаша нұсқасы аяқталды. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал сіз бұл фильмді көрген болсаңыз, өз пікіріңізді комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.